Жүрек қан тамырлар жүйесін сау ұстау өте оңай. Ол үшін зиянды әдеттерден аулақ болып, физикалық белсенді және әрине дұрыс тамақтану қажет. Жүрегіңіздің саулығын сақтау үшін тамақтану тәртібіңізге көңіл бөлгеніңіз жөн. Себебі жүрек үшін дұрыс және салауатты тамақтану маңызды. Біз бүгін сіздің жүрегіңізге және қан тамырлар жүйесіне пайдалы 7 тағаммен таныстырамыз. Әсіресе сіздің денсаулығыңызға теңіз балықтары пайдалы. Олардың құрамында жүрек және қан тамырлар жүйесінде көптеген қауіпті аурулардың пайда болуына жол бермейтін омега-3 пайдалы заты бар. Сонымен қатар, қан диабетінің даму қаупі төмендейді және қан құрамын реттейді. Бұл нәтижеге қол жеткізу үшін аптасына 3 рет 150-200 граммнан теңіз балықтарын жеу қажет. Сұлы жармасы ботқасының құрамындағы талшық пен бета-глюканы өте пайдалы. Бұл компоненттер холестеринді шектен асып кетпейтіндей ұстап тұрады. Сұлы салмақ жоғалтуға көмектеседі. Бұл өз кезегінде жүрекке жүктемені жеп жүрсеңіз, қант диабетінің пайда болу қаупін төмендетеді. Бұршақты дақылдар магний, калий, фолий қышқылы және басқа да пайдалы микроэлементтермен қаныққан. Жалпы алғанда мұндай қоспалар жиынтығы қан тамырларын серпімді етеді және оларды қатайтады. Дәрігерлер тәулігіне 100 грамм бұршақты дақылдармен тамақтануды ұсынады. Көкөністер арасында ең пайдалысы ас жапырақ. Бұл жүректің жұмысына жағымды әсер етеді. Ас жапырақ жүректің ауруына әкелуі мүмкін. Зиянды күкіртті қышқылды гомоцистеин мөлшерін азайтады. Гипертониялық науқастар үшін пайдалы, себебі ол қан қысымды төмендетеді. Сарапшылар күніне 30-50 грамм ас жапырақ жеуге кеңес береді. Бұл жемістер дәріханадағы қымбат дәрумендерден кем емес. Алмалар атеросклероз және инфаркт қаупін азайтады. Бұдан басқа, олар қабынуды азайтады. Бұлшықет тінін және қан тамырларының қабырғаларын нығайтады. Құрамындағы талшықтар холестерин мөлшерін азайтады. Күніне 1 алма жесеңіз де, сіздің денсаулығыңызға пайдасы тиеді. Қара жидек құрамында көп мөлшерде антоциан бар. Бұл зат С дәруменімен және талшықтармен бірге отырып, ағзадағы зиянды заттарды шығарады, қан тамырларын нығайтады. Сонымен қатар қара жидек қатерлі ісік ауруларын және жасқа байланысты жағымсыз жүрек өзгерістерін алдын алуда жақсы шара болып саналады. Аптасына 4 рет осы жидектердің 1 стақанын жеп отырсаңыз, денсаулығыңызға керемет пайда әкеледі. Жаңғақтардың пайдасы оның құрамындағы май қышқылдары. Олар жүректің дұрыс жұмыс істеуіне және нығайтуына көмектеседі. Жаңғақтар құрамында магний, калий, Е, В және С дәрумендері бар. Күнделікті мәзіріңізге 20 грамм жаңғақ қоссаңыз, сізді күні бойы сергек сезінуге көмектеседі. Әрине достар, бұл жүрекке пайдалы өнімдердің толық тізімі емес. Біз сіздерге ең пайдалысын және қол жетімділерін айтып бердік. Егер оларды үнемі қолданып жүрсеңіз, ағзадағы өзгерістерді тез арада байқайсыз. Достар, егер видео пайдалы әрі қызықты болса, лайк басып достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Жаңа видеоларымызды жіберіп алмас үшін арнамызға жазылып, қоңыраушаны басып қойыңыздар.